Қайырлы күн баршаңызға. Қазіргі таңда хит болып жатқан жаңғақ, мейіз және кептірілген өрік қосылатын және ағзаңызға өте пайдалы пирог жасап көрсетемін. Қазір песочный тесто, ол үшін ұн, қант және де қопсытқыш қосамын. Және бөлме температурасындағы сары майды қосып, үгітіп, қамыр жасаймыз. Осылай үгітіліп тұру қажет. Енді бір жұмыртқамызды қосып, жұп-жұмсақ қамыр дайындап шығамыз. Дәл осындай жұп-жұмсақ болуы қажет. Енді өздеріңіз қалаған форманы аласыздар. Мен осы 4 бұрышты форманы таңдадым. Енді қамырды осылай екіге бөлеміз. Форманың ішіне жайып шығамыз. Дәл осы видеодағыдай екінші қамырмен жан жағын бекітіп, бүкіл жерін бірдей етіп жайып шығамыз. Енді жаңағы кептірілген өрікті турап аламыз. Егерде жаңғақтарыңызда үлкен болса, оны да ұсақтап аламыз. Енді барлығын осы форманың ішіне салып шығатын боламыз. Енді қоюландырылған сүт қажет. Барлығын бетіне бір тегіс етіп құйып шығамыз. «200 градуста жарты сағатқа пешке салып аламыз. Жан жақтары қызарғанда жақсылап суытып, кемінде жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоюымыз қажет. Сонда осылай бір-біріне жақсылап дәмі сіңіп, бірігіп, өте керемет шығады. Кесілгеннің өзінде шашырап кетпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ағзаңызға өте пайдалы. Мінекей, ешқандай шашырап кетпейді. Дәмінің өзі тіл үйіреді. Барлығыңызға ұнайтыны сөзсіз. Өте керемет. Барлығыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер.